Сәлем қыздар, бүгін сіздерге доска для беговки мен тез беговка жасап үйрететін боламын. Дым қиындық жоқ, оп-оңай жасалынады. Мен сіздерге өзім жасайтын тәсілімді көрсетемін. Доска для беговки осылай бүгіледі ғой. Сол бүйтіп ашылған кезде жаңағы екі часті қосылатын жері осылай сызық болып тұрады. Сол жерін пайдаланамын, мен басқа жерін пайдаланбаймын. Осы біздің пирамида шаблонымызды сызығын, көрдіңіздер ғой, сызығын жаңа доска для беговкінің сызығына сәйкестендіріп тура үстіне қоясыздар. Қолмен ұстап тұрасыздар. И осындай сызатын әдейі пышағы бар. Бұл пышағы жуан әдейі, өйткені жаңа шаблонның бетін сызып тастамау үшін. Неке тура сызықтың үстінен сызып шығасыздар, сол кезде осылай әдемі болып сызылады. Именно осы суреті бар дизайн беті, дизайны бар бетін сызатын боламыз. Қорқпаңыздар, бетін суретті сыз тастамайды, ештеме істемейді. Қатты батырмаймыз, слегка осылай жаймен ғана сызып шығамыз. Сол кезде түп-түзе осындай сызық болады. Осылай сызықтардың бәрін сызып шығасыздар. Бастысы бір қолыңызбен шаблонды ұстап тұру, екінші қолыңызбен жай ғана қатты күшпен емес, жай ғана осылай сызып шығасыздар. Және осы доска для беговкінің күшті жері бұл еще кеседі. Пышағы бар кесетін, мен резак деп айтамын. Осы тойбастардың мен шеттерін сол резакпен қиғанмын. Өте күшті, тез түп-түзе қияды. Қол жетпейтін жерді енді қайшымен қиып шықтым. Нәтижесінде балам келіп алды, қазір кішкене видеоны бұзады, сонда да көрсетейін. Мына жердегі барлық жерін сызып шыққаннан кейін сол сызықтар бойынша бүгіп шығасыздар, қыздар. Сол кезде сіздің тойбастарыңыз түп-түзу әдемі болып жиналады.